Қыз бала өмірге келген кезде өзі жайлы ешқашан жаман ойда болмайды. Ол өзін құндылық сезінеді, бағалайды, өзін ең әдемімін деп ойлайды. Бірақ өкінішке орай есейе келе оның айналасындағы адамдар өздерінің білімсіздіктерімен, тәрбиесіздіктерімен ойланбай қыздың жанына неше түрлі жаралар салып тастайды. Сол кезде қыздың ойында, қыздың санасында мен әдем емеспін, мен ешкімге керек емеспін, мен маңызды емеспін, мен жаманмын деген сияқты дүниелер пайда болады. Яғни қыз баланың жан дүниесі ауыр тастарға толады. Маған кім қарайды деп ойлайды, өзінің құнсыздығын жоғалтады, өзін төмен бағалай бастайды. Өзін әлемде жалғыз қалғандай сезінеді. Сол жан жарасымен қыз бала есейеді. Уақыт өте келе, онымен бірге ішіндегі сол ойлар да, сол жаралар да есейеді. Сол жараларды мен ғана ауыруым керек па деп, сол жараларда мен ғана қиналуым керек па деп, маңындағы өтіп жатқан адамдардың барлығына жабыстырғысы келеді. Бір адамдар оны қабылдап ары қарай өзімен алып кетеді, бір адамдар қабылдамайды, бір адамдар оған грубить етуі мүмкін. Былайша айтқанда, ішіндегі жиналған тастарды есейе келе өзге адамдарға лақтырып бастайды. Бірақ ештеме кеш емес. Егер де адам өзін уақытында қолға алатын болса, Аллахтың қалауымен себепші болып, басқа адамдар арқылы, неше түрлі білімдер арқылы ол өзінің құндылығын сезінуге болады. Яғни, сол тастардың қайдан келгенін және өзінікі емес екендігін ажыратып үйренген кезде, ол адамның осы өмірде ары қарай бақытты болып өмір сүруге әбден құқығы бар.